Солтүстік Қазақстан кәсіби педагогикалық колледжінде оқу мекемесін салтанатты түрде марапаттау рәсімі өтті. Солтүстік Қазақстан кәсіби педагогикалық колледжі директоры Жеңіс Әбілмәжін жылдың үздік колледжі деп таныды. Биылғы жылы колледждің ең басты жетістігі жылдың ең үздік колледжі жобасында жеңіске жетті. Бағдарлама уақыт таңдау агенттігінің президент және халық республикалық қоғамдық саяси газетімен ұйымдастырылған. Оқу мекемесінің басшысы Жеңіс Әбілмәжіннің сөзінше, бұл оқиға барлық педагогикалық ұжым мен студенттер үшін үлкен мақтаныш. В марте месяце мы были приглашены на... Наурыз айында жылдың ең үздік колледжі сайысына қатысуға шақырту алдық. Сұраным бердік, алайда ол жайында ұмытып кеттік. Содан соң наурыз айының соңында, яғни 29-30 күні бізге хабарласы басым түскенімізді айтты. Конкурс өткесін бізге бірінші орын алғанымызды жеткізді. Бұл жерде мұғалімдер мен студенттердің жеткен жетістіктері, республикалық халықаралық сайыстарға қатысу маңызды болды. Салтанатты марапаттау рәсімінде білім саласының үздігі төсбелгісімен ұзақ жылдар бойы білім саласына сүбелі үлес қосқан педагогтар марапатталды. Марапатталғандардың қатарында қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Бота Болгарина бар. Ол Солтүстік Қазақстан кәсіби педагогикалық колледжінде 15 жылға жуық жұмыс атқарып келеді. Большая честь получить. Мұндай құрмет белгісін алу мен үшін үлкен дәреже. Өз ұжымдастарымызды құттықтаймын. Мені қолдаған жандарға алғысымды білдіргім келеді. Олардың қатарында колледж әкімшілігінің директоры Жеңіс Әбілмәжін де бар. Қолдауларыңызға үлкен рахмет. Ұжымыма денсаулық, шығармашылық табыс және тек қана жетістіктер тілеймін. Салтанатты іс-шара студенттердің концерттерімен жалғасын тапты. Ән айтып, би билеп, іс-шараны одан әрі гүлдендіре түсті. Мен Суласлыхан, Татьяна Величкина, Қуаныш Әлтенов, Первый Северный.